Диндил студио арнасы ұсынады. Диндил студия арнасына тіркеліп, лайк басып, Қолдай отырыңыздар. Құстарды сұлбасына қарап табамыз. Мінекей, бұл бір ерекше құстың сұлбасы. Қане табайық, ненің сұлбасы? Қоқиқаз, күркетауық, тоты құс және үйрек. Әрине, бұл үйрек емес. Жоқ, қоқиқаз емес. Бұл күркетауық емес. Әрине, бұл тоты құс. Тоты құс. Мұқият қарашы, бұл ненің сұлбасы екен? Шағала, түйе құс, бір қазан және қарға. Қарға емес екен. Қате, шағала да емес. Жоқ, түйе құс та келмеді. Керемет, бұл бір қазан. Бір қазан. Достар, ойланамыз, өте қиын екен. Торғай, күркетауық, тукан және қаз. Жоқ, қаз емес. Әрине, бұл торғай емес. Күркетауық та болмай шықты. Бұл тукан ғой, достар. Тукан. Қане достар, ойланыңдаршы, бұл ненің сұлбасы? Көгершін, түйе құс, калибри және қарға. Бұл қарға емес, ұқсамайды. Қате екен, көгершінде емес. Әрине, бұл түйе құс емес. Әрине, бұл калибри. Калибри. Өте қызық сұлба екен. Ненікі деп ойлайсыңдар? Қоқиқаз, қаз, тауыс және үйрек. Қате, бұл үйрек емес. Жоқ, қоқиқаз да емес. Жоқ, қаз да келмейді. Тамаша, бұл тауыс. Тауыс. Егер де саған ұнаса, осы арнаға жазыл.